Сәлем достар, сіздермен Әйгерім. Бүгін сіздермен өте оңай жолын көрсететін боламын, пончик жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге жылы су қажет болады. Осында 300 грамдық бір стакан қылып алсаңыздар да болады. Бір жұмыртқамызды саламыз, және де шекерімізді салып, араластырып жіберіп, сұйық майымызды құятын боламыз. Немесе сармайды ертіп қойсаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді дрожжды салып, тағы да бір қозғап, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. 1 сағатқа біздің қамырымыз көтерілу керек. Біздің қамырымыз осылай көтеріліп шықты полностью. Енді қамырымызды 2 зуалаға бөліп жайып алатын боламыз. Міне қамырларымызды жайып алдық. Қамырларымызды осындай стаканның көмегімен кесіп алып жатырмын. Өздеріңізге ыңғайлы немесе арнайы осындай кесетіндер болады, сонымен кессеңіздер де болады. Қамырымыздың қалыңдығы 7-8 мм. Қамырларымыз домалақ тәрізді етіп кесіп алдық. Енді осындай, бұл мендегі насадка, торттың насадкасы, ортасын осылай кесіп алдым. Барлық қамырларымызды осылай кесіп алып, 15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Сосын барып қызып тұрған орташа отта қызған майда қорып алатын боламыз. Қатты қызып кетпеу керек майымыз. Біздің пончиктеріміздің құрамында шекер болғандықтан тез күйіп кетеді. Сол себепті соған мән беріңіздер. Міне достар, біздің пончиктеріміз дайын. Бетін оформлениемен шоколадпен жасасаңыздар да болады. Маған осы ыңғайлы болды. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім.